деп айтыңыз, Аллаху акбар деп айтыңыз, альхамдулиллах деп айтыңыз. Әйтеуір аузыңыз зікірден босамасын сол күні. Ауыз зікірден босамасын, еш. Алла себебі Алланы көп зікір етті дейді, сол күні. Алланы сол кезде не қылыңдар? Көп зікір етті, көп зікір етті. Қолдан келгенше сіздер жасы үлкен кісілер шатырдан шықпаңыздар, жарай ма? Арафаттың ыстығы өледі, өтіп кетеді. Далаға күннің астында тұрам деп тұрмай-ақ қойыңыздар, ол құлшылық емес. Кейбіреулер тұрып алып күннің астында тұрады. Күннің астында тұру құлшылық емес. Құлшылық сол уақытта Арафатта тұру. Арафат деген кең киім. Сай үлкен, дәу жаз. Анау тауға шығып тұру шарт емес қой. Шарт емес. Жазып тұрса болды ғой. Әңгіме сонда болды. Ана пайғамбар алейхиссалам барған жерге тұрамын деп ояққа жүгіріп жатады. Құдырып қояды. Арафат деген өте үлкен. Сол Арафат жерінің бәріне Саудия мемлекеті палата тұтып қойған. Қазақстан үшін палата тұтты. Ол жаңағы өзімізде фирма үшін тұр, сол палатаның ішінде дуа қылу. Жарай ма? Ұрынып қалмаңыздар, ыстыққа ұрынып қалмаңыздар. Ыстық жердің ыстығы біздің ыстық емес. Өтіп кетеді, біздің ыстық емес. Біздің ыстықта ешнәрсені оңдырмайды, бірақ ол бұл жақтың ыстығы өтесін. Сондықтан шатырдың ішінен шықпай, дұға қыла беріңіздер. Бұл бір. Екінші